Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамында ұны жоқ, қанты жоқ ПП панкейктерінің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Бұл панкейктер небары құрамы 3 заттан тұрады. Ол үшін осындай ыдысымызды аламыз және бананымызды майдалап турап салып, үстінен 2 жұмыртқаны салып, осындай блендердің көмегімен жақсылап бірінші езіп аламыз. Егер сізде бұндай құрылғы болмаса, бананды шанышқының көмегімен де жақсылап езіп, жұмыртқаны салып, венчиктің көмегімен араластырып алсаңыз болады. Міне біздің бананымыз бен жұмыртқамыз осылай араласты. Енді үстінен 4 ас қасық күріш ұнын салып, венчиктің көмегімен жақсылап тағы да араластырып аламыз. Табамызды жақсылап қыздырамыз. Енді 1 ас қасықтан сала отырып, панкейктердің 2 беті қызарып, сап-сары болып піскенше пісіріп алатын боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай біздің панкейктеріміз пісіп шықты. Енді әдемі ыдыстарымызға орналастырып, үстінен қалауыңыз бойынша тәтті ұнтақты сепсеңіз болады. Қаласаңыз жеміс-жидектерінен әрлесеңіз болады. Мен жай ғана балды сеуіп шықтым. Енді қонақтарға, үйдегі жақын жандарыма осы тәттіні ұсынатын боламын. Сізде міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, әдемі болып шығады.
Сіздермен бірге болған әдемі, келесі видео рецепттерде кездескенше аман сау болыңыздар.